Сәкен Сейполланың «Тар жол тайғақ кешу» деген атақты шығармасы. Сол шығармада біздің жерлесіміз Халел мен Жаһанша туралы жазады. Соның ішінде оның қандай құлшылықтар қылғанын, қандай дәрежеде намаз оқығаны туралы деректер бар. Соның бірі Қуанай Хазірет туралы. Қуанай Хазірет Жымпитыдағы Халел мен Жаһанша жалпы алашордалықтардың ұстазы. Сонда бұлай деген дерек келтіріледі. Қуанай Хазірет мешіттің терезесінен Халел мен Жаһаншаның өзінің жұмыс орнына, яғни резиденциясына кіріп бара жатқандарын көреді. Оқта-текте. Кейін Қуанай Хазірет айтады Халел мен Жаһаншаға: сендер неге 5 уақыт намазды мешітте оқымай жүрсіңдер? Елді басқаратын адамның мешітте 5 уақыт намаз өтегендері керек деген сияқты диалог кездеседі. Міне, яғни Қуанай Хазіреттің қандай дәрежеде мемлекет басшыларына талап қойғанын көріп отырсыздар. Жымпитыға барып көрулеріңіз еді Халел мен Жаһаншаның резиденциясын, және онша қашық емес жерде сол Қуанай Хазірет жетектеген мешітте сол жерде тұр.